Bir адам бар, елі оны қарадан шыққан хан деді. Бұл Тобанияз Әлниязұлы. Ол заманның ең аласабыран шағында елдің алдыңғы шебетінде жүрді. 1918 бен 1923 жылдары жұртын бірлікке үйістірді. Маңғыстауды Қазақстанға қайта қосты. Бірақ ел нұғышын жанын салған ерді кеңес билігі ұлтшыл деп жазғырды. 1929 жылы тұтқындалды. Ақыры үстінен ату жазасы кесілді. Заман қабағы қап-қара бұлттай түнергенде де халықтың үміті ғана үзілмеді. Тобанияздың аты уақытқа да, өкіметтің қорлығына да женілмеді. Биыл оның туғанына 150 жыл. Маңғыстаудың рухы мәңгі өшпейді. Ескендір мен Сүлеймен, солардан мирас сіздерге. Қалынған хандық атшалық, ер қонайдың ақтығы. Тобанияз хан тұрып, қазақтың ұлын тергеді. Алладан қайтсын деп жүрміз, ел үшін еткен еңбегі. Сәттіғұл Жанғабылұлы.